Шымкентке келсеңіз, сізді бірден баурап алатын ерекше әлем бар. Қаланың қақ ортасында орналасқан талай жылдық тарих бар зообақ бүгін мүлде жаңа кейіпте. Ширек ғасыр бойы жануарлар әлемін қалыптастырған мекенде не өзгерді? Қандай жаңалықтар бар? Бүгінгі шығарылымда Шымкент зообағының қазіргі тыныс тіршілігін бірге көреміз. Қайырлы күн, қымбатты достар. Шымкентке келсеңіз жобасының кезекті шығарылымын мен Аида Қалдыбек таныстыратын боламын. Бүгін біз Қазақстандағы ең ірі зообақтардың бірі Шымкент зообағына келдік. Жүріңіздер, бірге көрейік. Алда қызық өте көп. Қайырлы күн. Саламатсыздар ма? Қош келдіңіздер. Есімім Нұржан Маратұлы болады. Осы зоосаябақта экскурсовод маманы боламын. Сіздерге бүгін қызмет көрсететін мен зоосаябақпен сіздермен таныстыратын боламын. Иә, жүріңіздер, көрейік. Бірінші кезекте біз бірінші сіздермен касса жайында және балалар жайында түсіндіре кетейін сіздерге. Бізде мына жерде арнайы табличка бар, яғни бұл жерде билеттердің бағасы жазылған. Яғни 17 жастан бастап және ересектерге 800 теңгеден, 6 жастан 17 жасқа дейін 400 теңге, студенттерге 600 теңге, мүгедек адамдарға және соғыс ардагерлеріне 6 жасқа дейін балаларға билет ақысы тегін болып келеді. Содан кейін бізде билетті алғаннан кейін мына жақта турникетке келетін боламыз. Яғни турникетті пайдаланудың мына жақта нұсқауы орналасқан. Нұсқауды қарап, сол нұсқау арқылы өтсеңіздер болады. Болмаса, мына жерде турникетке келіп, осы жерге QR код сканировать ету арқылы өтесіздер. Яғни келушілерге ыңғайлы етіп, QR-мен өтіп, тек қана бір рет кіре алатындай QR жасап қойған. Жалпы Шымкент зообағы несімен ерекшеленеді? Және де келушілер саны артып келеді ме жылдан жылға? Соны айта кетсеңіз. Енді қараңыз, мен сізге былай түсіндіре кетейін. Шымкент зоосаябағы не только Қазақстанда, жалпы Азияда ірі зоосаябақтардың бірі болып табылады. Ал Қазақстан бойынша ең үлкен зоосаябақ болып табылады негізінен. Және жануарлар саны жағынан да осал емеспіз. Жаңа келушілер саны деп жатсыздар. 2025 пен 24-тің арасында мысалы бізде 170 мың адамға артқан келушілердің саны. Соңғы 4 айлық көрсеткіште бізде жаңағы 180 мың адамға жетіп қалды, жуық. Келушілер санының артуы неден деп ойлайсыз жалпы? Келушілердің саны, яғни бізде зоосаябақта көптеген экзотикалық жануарлар бар. Одан бөлек біз қазір келушілердің жаңағы күнделікті келіп жүрген өзіміздің қонақтарымызға арнайы жаңағы зоосаябақтың жағдайын жақсартуды бастадық. Яғни бізде ар жақта бұршақ төселді, бер жақта жолдар жаңартылды жаңадан. Одан бөлек үш жаңадан дәретхана соғылды. Зоосаябағымыз күннен күнге жаңағы көркейе бастады. Көптеген гүлдер егіліп жатыр қазір зоосаябағымызда. Яғни көгалдандыру жұмыстары жасалып жатыр. Одан бөлек ағартушылық жұмыстар да жасалып жатыр. Яғни адамдарға жаңағы не только жануарларды тану, яғни табиғатты қорғау және табиғатты айлау мақсатында көптеген ағартушылық жұмыстар жасалып жатыр біздің зоосаябағымызда қазіргі таңда. Яғни келушілерге, жалпы Шымкент тұрғындарына арнайылап барлық жағдай жасалған. Қолдан келгенше зоосаябақ жаңағы өздерінің барынша қолайлы сезінуіне жағдай жасап жатыр. Мен өмірімде жануарларға тамақ беріп көрмеппін, сәл қобалжып тұрмын. Бүгін бірінші рет бердім. Бізде жануарлардың түрі өте көп. Сол себепті әрқайсының ерекшеліктеріне жеке-жеке тоқталу керек. Бірінші кезекте мен сіздерді зоосаябақта бізде 6 секция бар екенін айта кетейін. Яғни біз сол секциялар бойынша жануарларды бөлеміз. Ол жыртқышандар, тұяқтылар, орнитология құстар бөлімі, приматтар бөлімі, аквариум және түнгі әлем и террариум бөлімдеріне бөлеміз зоосаябақта. Әр бөлім жаңағы өзінің атауына байланысты сол жануарлармен жұмыс жасайды. Әр бөлімнің өзінің жеке бөлім меңгерушісі болады, яғни ол сол бөлімді басқарады и одан бөлек жаңағы киперлар болады. Киперлар ол күнделікті жануарлардың күтімін жасайтын, азықтарын беретін адамдар болып табылады. Онда жануарлар әлеміне саяхат жасайық. Мына жерде көріп тұрғанымыздай қара аққулар сіздерде өмір сүреді екен. Солар туралы айтып кетсеңіз. Енді қараңыз, бұл жерде бізде кіші көл аумағы, яғни кіші көл аумағын біз 4-ке бөлгенбіз. Бұл жерде суда тіршілік ететін құстар мекендейді. Яғни суда тіршілік ететін құстар үшін судың болуы маңызы өте үлкен. Яғни бізде бұл жерде кудрявый пеликан дейді,
сондай құстарымыз бар. Одан бөлек үнді тау қазысы бар, қараққулар бар. Мысалы қараққуларға келетін болсақ, қараққулар өзіміздің төлдеріміз басым бөлігі. Осы 2025 жыл алынған, мына жерде 2 бас төліміз жүр міне, ата-анасының қасында. Одан бөлек мына жаққа былай баратын болсаңыздар, ана жерде бізде үнді тау қазылар орналасқан. 2025-те үнді тау қазыларынан да 3 бас төл алған болатынбыз. Зообақ қызметкерлері қазір абиссиндік мүйізді қарғаға тамақ береді. Жалпы процесспен таныстырып өтесіздер ма? Саламатсыздар ма? Біз бүгін көрсетілімді азықтандыру бағдарламасы өтіп жатыр. Яғни ерекше құсымыз абиссиндік мүйізді қарғаны азықтандырып жатырмыз. Оның рационы өте бай әрі пайдалы болып келеді. Біз оған ет өнімдерін, сүзбе, жаңғақтар, әртүрлі жемістер мен жезектерді береміз. Сонымен қатар гречка, сәбіз, чеснок, пияз сияқты өнімдерімізді беріп жатырмыз. Пияз бен чеснок өнімдерін біз өте аз мөлшерде береміз, себебі құстың иммунитетін көтеру үшін, асқазанын жақсарту үшін және де ағзадағы кейбір паразиттерді өлтіру үшін. Чеснок пен пиязымыз өте аз мөлшерде ғана беріледі. Бұндай азық күнделікті түрде беріледі ма? Иә, күнделікті түрде 2-3 мәрте береміз. Азанда, әбетте және кешке кететін кезде. Оң жағыңызға қарасаңыз, бізде аюлардың қоршауы орналасқан. Бұл жерде тек аюлар орналасқан бізде. Ұйықтап жатқан секілді. Иә, аюларға біз азанғы уақытта тамақтандырып болғаннан кейін, түскі уақытта жаңағы қоршаудың қыстық қоршауына кіріп, жаңағыдай ол жер күннен қорғанышты ғой енді, салқындау, сол жерге кіріп жатады аюлар демалып. Сырттарында бассейндер орналасқан, соған шомылады. Түскі уақытта кәдімгі адамдар құсап, түскі үзіліске шығады бар. Зообаққа түскі уақыттарда келген дұрыс па? Енді қазір күн ысып жатқанына байланысты, енді өз ойым, өз пікірім, адамдар кез келген уақытта келе береді ғой. Азанғы уақытта, азанғы салқынмен және кешкі салқынмен келген дұрыс. Ал зоо саябағымыз сағат 9-дан кешкі сағат 7-ге шейін жұмыс жасайды. Біздің көрермендерге пайдалы ақпарат. Тянь-Шань қоңыр аю, яғни Тянь-Шаньский белококотный медведь деп аталады, орысша атау. Бұл аюлар өте қатты шомылғанды жақсы көреді. Жаңа өздеріңіз көргендей, ар жақта бассейнде аю шомылып жатыр, бер жақта бассейнде аю шомылып жатыр. Бұлар шомылғанды өте қатты жақсы көреді негізінен. Бұлар негізі сәл салқындау климатқа үйренген. Тянь-Шань тауларында жүреді, иә? Сол жақта мекендейді негізінен. Бізде аюдың өзі сол қоңыр аю, Тянь-Шаньдық аю, Гималай аю бар. Сондай түрлер бар аюлардың. Жуынып жатыр. Керемет көрініс, қарап алсаңыздар болады. Ал енді приматтар бөліміне келдік. Приматтар бөлімінде бірінші кезекте біз Бакудан келген маймылдарды көрсек болады. Бұл макака резустар. Яғни бізге 4 басы келген. Мына жерде аталық пен аналығы бар. Ары қоршауда тағы бір аналығы орналасқан. Бір аталығы ар жақта қоршауда орналасқан бізде. Қазіргі таңда бұлардың жағдайы жақсы, қоршаған ортамен байланысы жақсы, қоршауға адаптациясы жақсы өтті. Яғни қоршауда полностью өздеріне керек дүниенің бәрі бар. Бұлар бізде акклиматизация дейді, мысалы климат ауысады, шетелден келгеннен кейін шамал қиналады жануар, ондай ешқандай қиындық көрген жоқ. Қазіргі таңда күнделікті ветеринарлардың бақылауында тұр. Яғни ветеринар мамандар күнделікті бақылау жүргізеді. Одан бөлек биолог мамандар бізде бақылау жүргізеді бұл маймылдарға. Азықтары рацион бойынша күнделікті беріліп жатыр. Табиғаты бәрі жақсы, жағдай қанағаттанарлық болып тұр. Өзіңіз көргенде мынау аквариум бөлімі. Аквариум бөлімінде бізде 101 балықтың түрі бар. Яғни өздеріңіз көргенде бізде ерекше балықтардың бірі қарапаку, мотороскат, скат леопольд секілді ерекше балықтарымыз бар. Одан бөлікте ерекше балықтардың түрлері өте көп. Осы аквариум бөліміне келіп тамашай аласыздар оны. Ғасырға жуық тарихы бар Шымкент зообағының ең жасы үлкен тұрғыны кім екенін білдіңіз бе?
Ол туралы толығырақ? Зоол саябақта ең жасы үлкен бізде қазіргі уақытқа Ұшқын атты бүркіт. Яғни ол бүркіт осы қоршауда орналасқан. Қазіргі таңда оның жасы 30-ға келді. Бізде зоол саябағымызда, яғни осы жақында туған күнін атап өттік. Бізде Инстаграмдан посттан көрсеңіздер болады ол жағынан. Бұл бізде осы оңтүстік Қазақстан облысы табиғаттың әкелінген кезінде. Сол уақыттан бері бізде осы қоршауларда тіршілік етеді. Яғни ол қазіргі таңда бізде басқа дала қырандары, тас қаралармен бірге бір қоршауда өмір сүреді. Жағдайы жақсы, қайсар мінез, әлі де бабында болып тұр. Достар, мен бір қызықты ақпарат біліп алдым. Осы жылдың 17 наурызында кенгуру төлдеген болатын, және оның есімін зообақ мамандары емес, халық қойған. Және оның есімі Наурыз. Сонымен достар, жануарлар жайлы біз Нұржан мырзадан білсек, енді туристік объектіден бізге Бағдат мырза жауап беретін болады. Жалпы туристерді зообаққа қалай шақырып жатырсыздар, қандай жұмыстар жүргізіліп жатыр, сол туралы толығырақ айтып кетсеңіз? Барлығыңыз біліп отқандай, Шымкент мемлекеттік зоология саябағы тек жануарлармен ғана ерекше емес, ол туристерге, көрермендерге келу үшін ең ыңғайлы орталардың бірі. Себебі бұл жақта тек жануарлармен ғана ерекшеленбейді. Себебі бұл жақта көріп отқандарыңыздай адамдар отбасыларымен келіп демалып, немесе басқа қаладан туысқандар келсе бірден қонаққа алып келетін орындардың бірі. Яғни сол себепті тек қана жануарлар тамашалап, өздеріне демалыс сыйлап, көлеңкеде отбасымен тынығып, бір серуендейтін үлкен туристік орындардың бірі болып саналады. Шымкент мемлекеттік зоология саябағы осыны көрермендерді тарту, туристерді тарту бойынша жүйелі жұмыстар жасаудамыз. Өздеріңіз көріп отқандай, бізде былтырғы жылы 4000 шаршы метрге асфальт жабындысы төселді. Одан кейін 1000 шаршы метрге брусчатка төселді. Яғни бұл көрермендердің балалармен, коляскамен келуіне ыңғайлы болу мақсатында барлық жағдай жасалып жатыр. Және де сонымен қоса ең маңызды объектілердің бірі бізде санитарлық тораптардың жаңаруы. Қазір Шымкент мемлекеттік зоология саябағында 3 жаңа санитарлық торап жұмыс істеп тұр. Ол жерде жаңағыдай әйелдерге және мүгедектігі бар жандарға арналған дәретханамен қамтамасыз етілген. Бұл да жаңағыдай қоғамдық орын болғаннан кейін, туристік объект болғаннан кейін маңызды дүниелердің бірі болып табылады. Сонымен қоса айтарлықтай бізде соңғы жылдары құрылыс жұмыстары да жүйелі түрде жұмыстар жасауда, жануарлардың қыстық және жаздық қоршаулар қайта қалпына келтіру, реконструкциялық жұмыстар жүйелі түрде кезең-кезеңмен жасалуда. Былтырғы жылдың өзінде бізде бұғыларға, альпакаға арналған 1300 шаршы метр қоршау салынды. Жаңа конструкциялық ыңғайлы жануарларға қыстық қоршауы бар. Сол жерде ішкінде декорациясы да сәнденіп, әдемі жасалған. Сонымен қоса жаңа заманауи өздеріңіз көргенде қоңырайы қоршауына реконструкциялық жұмыстар жасалып, көрермендердің көруіне ыңғайлы болу үшін әйнек қоршау салынды. Бұның өзі көрермендердің жануарларды жақыннан тамашалауға, өздерін танып білуге, бір танымдық ақпарат алуға бір ыңғайлы болу мақсатында бұл жұмыстардың барлығы жасалып жатыр. Бағдат мырза, зообақта өте көп жұмыс атқарылғаны көрініп тұр. Жалпы халыққа жағдай барлығы жасалған, бірақтан менің көзіме ерекше түсіп тұрғаны ол мына қабырғадағы суреттер. Жүріңіз көріңіз, бұл бізде осы Шымкент мемлекеттік зоология саябағының суретші қызметкері, бізде Қалымбет Талғат мырза жұмыс істейді. Осы ғимараттардың, жануарлық қоршауларының сыртын сәндеу мақсатында арнайы ол кісі суреттер салып отырады. Бұл суреттер зоология саябағының атмосферасын өте әрлендіріп, көрік беріп қана қоймай, көрермендерге де көрген кезде, тамашалаған кезде көз сүйсінетіндей әдемі көрініс береді. Сондықтан осы суреттерді біз жүйелі түрде барлық жануарлық қоршауына қазіргі уақытта жүйелі түрде салудамыз. Шымкент гүл қалай екені бәріне белгілі ғой жалпы. Зообақта гүлденіп, әдемі болып кетіпті. Әлеуметтік желіден де байқап қалдым. Сіздердің зообақтарыңызда гүлдер саны 3000-ға жетіпті. Сол туралы айта кетсеңіз? Дұрыс байқадыңыз. Шымкент зоология саябағында абаттандыру жұмыстары жүйелі түрде жалғасын табуда. Жыл сайын Шымкент зоология саябағы гүлдендіру, абаттандыру бойынша жұмыстар атқарады. Солардың бірі көріп отқаныңыздай биылдыққа 3000 дана зоология саябағымызда гүл егілді, және былтырғы биылғы есеп бойынша 180 ағаш отырғызылды. Бұл келген көрермендерге бір жылылық, отбасымен бір келуге ерекше демалыс сыйлайтын, суретке түсуге әдемі орындардың бірі. Шынымен де келген көрермендер бір көрген кезде бір ерекше әсер алу мақсатында. Бұдан да көбірек гүлдер егуге
егу жалпы жоспарларыңызда бар ма? Әрине бар. Абаттандыру бойынша арнайы бізде агроном, бау-бақ бөлімінің мамандары жұмыс істейді. Өздеріңіз көріп отқандай зоосаябағымызда 5 клумба бар. Қазіргі уақытта олардың барлығын көбейту мақсатында қазір жұмыстар, жер қазу және орындар дайындау жұмыстары жасалуда. Осы бағытта жұмыстар жасалынады. Зоосаябақты гүлдендіру, әсемдену бағытындағы. Достар, шынын айтсам, мен зообаққа келмегеніме 6 жыл уақыт өтіп кетіпті. Осы уақыт аралығында зообақ сөзбен жеткізе алмайтындай өзгеріске енген. Себебі мына Африка павильонының өзі не деген кең аумақта жасалған. Осындай бізге Шымкент қаласының тұрғындарына арнайылап жасалған барлық игі істер үшін алғысымызды білдіреміз. Зообаққа келіңіздер.